Ал қалайсыздар? Даусыңды шығарып сөйле, міңгірлемей сөйле, неше түрлі айтып жатсыздар ғой. Енді мен міңгірлеп тұрған ештеңем жоқ, мына желдің даусынан дейтін не шықпай қалып жатыр. Ненің түсірілген видеоның дауысы желден шықпай қалып тұр. Енді айтайын, біздер дейтін екі жақтан да жол жоқ қой, білесіздер ғой. Одан кейін енді мына мостты басып кетті, кеше көрсеттім, енді бүгін кешке барып тағы да көрсетемін қандай жағдайын, қандай болып жатырғанын. Енді біздер дейтін айттым ғой, Таңдай жақпен Новобогат жақпен жол бар деп айтып жүрдім ғой, Атырауға қара жолмен 2 сағат жүріп барады. Біздің Махамбет пен Атыраудың екі ортасы жалпы 70 шақырым. Бұрын 40-45 минутта, әрі кеткенде 1 сағатқа жетпейтін уақытта барып жүрдік. Қазір енді мына Новобогат жақпен енді әркім әртүрлі, біреулер сағат жарым, біреулер 2 сағатқа жақын жүріп жүр дейді. Сонымен барайық деп осылай жолға шықсақ, енді мына Таңдайдың жолын су басып кетті. Ал не болады енді? Таңдайдың жолын су басып жатыр. Еріктілер қайда, акиматтың адамдары қайда деп жазып жатыр осы чаттарға, мына нені бітесін деп. Енді бұл жақ жабылатын болса, совсем қалами ортаға қатынас болмайын деп тұр, өте қиын болайын деп тұр адамдарға. Жұмыс жасайтындар бар мына қалаға қатынап. Осылай енді бұйырса енді көреміз. Бұл жол жабылып қалса болды. Ешқайда да бармаймыз. Самолет пен вертолет керек болады онда. Біздер іліп алып, салып алып, ішіне алып кететін. Жағдай осылай.